Сәлем достар, сіздерге іштегі артық майдан арылудың 5 жолын көрсетемін. Бірінші, таза су ішу. Адам күніне өз мөлшеріне сай су ішу қажет. Әсіресе таңғы алдында бір шыны су ішкен өте пайдалы. Ал тамақтанғаннан кейін су ішу іштегі артық майдың пайда болуына септігін тигізеді. Өзіңізге қажетті су мөлшерін есептеу үшін мына мен ұсынған формуланы жаттап алыңыз. Мәселен, өз салмағыңызды 30-ға көбейтіңіз. Егер 60 келі тартсаңыз, оны 30-ға көбейткенде 1800 шығады. Демек, сіздің бір күнде ішетін су мөлшеріңіз 1/800 литр. Бұлардың қатарына шай мен компот және өзге де сусындар енбейді. Екінші, дұрыс тамақтану. Ішке май жинап алғыңыз келсе, дұрыс тамақтанбай жүру жеткілікті. Сол үшін ас мәзіріңізді өзгертіңіз. Көмірсулар, ашытқы мен нан, тоқаш өнімдері іштегі майдың көбеюіне әсер етеді. Сондықтан да мұндай тағамдардан бір аптадан бастап 1 айға дейін бас тартқан жөн. Үшінші, массаж жасау. Ішіңізге күніне 10 минут массаж жасаңыз. Желіде іштегі майды кетіруге арналған массаждың неше түрін табуға болады. Өзіңізге ыңғайлысын таңдап алған дұрыс. Төртіншіден, жаттығу жасап, дене шынықтырумен айналысу. Дұрыс тамақтанумен бірге дене қимылымен де айналыссаңыз, сізде міндетті түрде нәтиже болады. Іштегі майды кетіруге арналған жаттығулардың түрі көп. Ең тиімдісі вакуум мен планка. Бесінші, бүкірейіп жүрмеу. Бүкірейіп жүретін адамдардың арқа омыртқасы мен сүйектері зақымданып қана қоймай, ішіне май да жиналады екен. Сондықтан денені тік ұстап жүру керек. Тіпті тамақтанғанда да бүкіреймей тамақтанған дұрыс.